Уа ер адамдар, әйелдерімен ажырасып, олар да өздерінің иддат күту мерзімін толтырса, онда оларды не жақсылықпен өздеріңе адал жар етіп алып қалыңдар, не болмаса көңілін тауып жақсылықпен қоя беріңдер. Оларға жәбір көрсетіп, зиян келтіру үшін күштеп ұстамаңдар. Кімде-кім солай істесе, әйелінің обалына қалып, ауыр күнә арқалағаны үшін ең алдымен өз-өзіне қиянат жасаған болады. Алланың аяттарына жеңіл қарап, оларды ойын-күлкіге айналдырмаңдар. Алланың өздеріне нәсіп еткен баға жетпес нығметтерін һәм сендерге уағыз-насихат ретінде түсірген кітап пен хикметті есте ұстаңдар. Аллаға қарсы келуден сақтанып, тақуалық шеңберінен шықпауға тырысыңдар. Һәм біліп қойыңдар, Алла барлық нәрсені толық біледі. Әйелдермен ажырасып, олар да өздерінің иддат күту мерзімін толтырса, уа қазылар және екі жақтың ата-аналары, ажырасқан ерлі-зайыптылар разылық білдіріп шариғатқа қайшы келмейтін, қоғамдағы ғұрыпқа сай оңтайлы шарттар негізінде өзара келісетін болса, онда әйелдерге бұрынғы күйеулерімен қайта некелесуіне кедергі болып, қысым көрсетпеңдер. Бұл араларынан Аллаға һәм ақырет күніне шын сенгендерге айтылған насихат. Міне бұл сендер үшін анағұрлым хайырлы һәм қателіктен, күнәдан ада іс. Ақиқатты Алла біледі, сендер білмейсіңдер. Аналар сәбилерін толық 2 жыл емізсін. Бұл үкім баланы толық әрі жақсылап емізгісі келетіндер үшін. Бала емізетін аналарды ас-ауқат және киім-кешекпен қоғамдағы ғұрыпқа сай жақсылап қамтамасыз ету баланың әкесінің міндеті. Ешкімге шамасынан тыс міндет жүктелмейді. Ана да, әке де баласы үшін зиян шекпеуі керек. Яғни, баланы пайдаланып, анасына немесе әкесіне зиян келтіруге болмайды. Егер баланың әкесі бала емшектен шықпай жатып қайтыс болса, онда ана мен баланы асырау әкенің мұрагеріне жүктеледі. Алайда ата-ана разылық білдіріп, өзара ақылдасып, баланы емшектен ерте шығарамыз десе, екеуі де күнә арқаламайды. Егер балаларыңды сүт ана жалдап емізуді қаласаңдар, онда сүт анасының ақысын қоғамдағы ғұрыпқа сай жақсылап төлейтін болсаңдар, ондай жағдайда да күнә арқаламайсыңдар. Аллаға қарсы келуден сақтанып, тақуалық шеңберінен шықпауға тырысыңдар. Һәм біліп қойыңдар, Алла не істеп, не қойып жүргендерінің бәрін көріп бақылауда. Араларының қайтыс болған ер адамдардың артында тұл қалған жұбайлары аза тұтып, яғни айтырылмай күйге шықпай және сәнденбестен 4 ай 10 күн күтеді. Олар күту мерзімін тамамдағаннан кейін шариғат шеңберінен шықпай, жеке бастарына қатысты қабылданған шешімдері мен өз беттерімен істеген істер үшін сендер күнә арқаламайсыңдар. Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендерінен толық хабардар. Иддат мерзімін күтіп отырған, яғни тұл немесе күйеуімен бір жолата ажырасқан әйелдерді алуды ойласаңдар, бұл ниеттеріңді аталмыш мерзім ішінде оларға тұспалдап қана білдірсеңдер, немесе оларға сездірмей іштерінде сақтасаңдар, күнә арқаламайсыңдар. Алла сендердің тағатсызданып, олар жайлы ойлайтындарыңды біледі. Ендеше ниеттеріңді күнәға жатпайтын, жақсы сөзбен тұспалдап қана білдіргеннен басқа күту мерзімінде олармен үйлену жайында жасырын түрде уәделеспеңдер және иддат мерзімі толып тұрып некелесуші болмаңдар. Біліп қойыңдар, Алла іштеріңе бүккен ойларыңды түгелдей біледі. Ендеше, оның бұйрығына қарсы келуден сақтаныңдар. Һәм біліп қойыңдар, шүбәсіз Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Халим, күнәһар, пенделерін бірден жазаламай тәубеге келіп мұрсат беретін кен әрі сабырлы. Егер некелескен әйелдермен төсек қатынасына түспей тұрып, немесе мәһрді белгілемей тұрып, талақ айтып ажырасатын болсаңдар, күнә арқаламайсыңдар. Бірақ ондай жағдайда оларға дүние, ақша беріп,
немесе киім әшекей алып беріп көңілдерін аулаңдар. Бай жағдайына қарай, кедей де шамасына қарай қоғамдағы ғұрыпқа сай тиісті берешегін беріп көңілін ауласын. Бұл ізгі жандардың мойнындағы борышы. Ал егер некелескен әйелдеріңді төсек қатынасына түспей тұрып, алайда мәһірді белгілеп қойғаннан кейін талақ етсеңдер, онда аталған мәһірдің тең жартысын берулерің керек. Егер олар өздеріне тиесілі мәһірді кешсе, бермесеңдер де болады. Я болмаса неке шарты, яғни некенің тізгіні қолында болған күйеу мәрттік танытып атаған мәһірді толық берсе, оның жөні бөлек. Уа ер адамдар, бұл мәселеде мәрттік танытқандардың тақуалыққа әлде қайда жақын. Ендеше бір-біріңе мәрттік танытып жақсылық жасауды ұмытпаңдар. Шүбәсіз Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендерінің бәрін көруде. 5 уақыт намазға, әсіресе ортаңғы намазға өте мұқият болыңдар. Яғни кемеліне жеткізіп, әрі үзбей, әрі уақытылы оқыңдар. Алла үшін намазға тұрып, алдында барынша кешірейіп, құлдық етіп ұрындар. Егер қауіпті жағдайда тап болып, намазды бір жерде тұрып байыппен өте алмасаңдар, онда намазды жаяу жүріп бара жатып, немесе көлік үстінде оқыңдар. Ал енді қорқыныштан құтылып, қауіпсіз жағдайда болсаңдар, Алла сендерге білмейтін нәрселерді, яғни өзіне қалай құлшылық ету керектігін, әсіресе намаз оқуды қалай үйреткен болса, соған қарай Алланы еске алыңдар. Яғни намазды, парыздарын, уәжіптерін, сүннеттерін толық орындау арқылы кемеліне жеткізіп орындаңдар. Араларынан ажалы жетіп, артында тұл қалатын жұбайлар қалдыратындар жұбайларының 1 жылға дейін үйден қуылмауын, әрі нәпақасыз қалмауын қамтамасыз ететін өсиет айтып кетсін. Егер тұл қалған әйелдер 4 ай 10 күндік идат мерзімінен толғаннан кейін өз еркіне кететін болса, олардың шариғат шеңберінен шықпай, жеке бастарына қатысты қабылданған шешімдері мен өз беттерінше істеген істері үшін сендер күнә арқаламайсыңдар. Яғни олар үшін жауапты болмайсыңдар. Алла әзиз, ұлық, бәрінен үстем, һәм хаким, әр ісі мен әрбір үкімі көптеген хикметтерге толы болған асқан даналық иесі. Күйеулерімен ажырасқан әйелдерге де тиісті, яғни 3 еттеккір идат мерзімінде негізгі қажеттіліктерін өтеуге жететіндей мөлшерде берілген нәпақа бар. Мұны беру тақуа жандардың мойнындағы борыш. Міне Алла сендерге ақыл салып, ойланарсыңдар һәм ондағы хикметтерді түйсінерсіңдер деп осылайша аяттарын ашық түрде баяндайды. Өздері сан мың көп болса да, өлімнен қашып құтылмайтындай өлімнен қорқып, атамекенін тастап кеткендерге қарашы, Алла оларға өліңдер деп өлтіріп, кейін оларды қайтадан тірілтті. Шүбәсіз Алла адамдарға көп жақсылық жасайтын шексіз шарапат иесі. Бірақ адамдардың көбі шүкіршілік етпейді. Өлімнен қорықпаңдар, керек кезде ақиқат үшін, отан үшін, ел үшін Аллаға жолында соғысыңдар. Һәм біліп қойыңдар, Алла самих, айтқан сөздердің бәрін естуші, алим, қай істі қандай ниетпен істегендеріңді жақсы білетін шексіз ілім иесі. Дүниесін Алла жолында жұмсау арқылы, немесе мұқтаждарға зекет садақа беру арқылы Аллаға жақсы қарыз беретін кім бар? Алла оның берген қарызын еселеген үстіне еселей түссін, көбейтіп қайтарсын. Алла кейде ризық несібелерінді, немесе жан дүниелерінді қысып тартады, кейде кеңейтеді. Түбінде бәрінде оған қайтарыласыңдар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре, аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар.